Иншалла бүгін кешегі қойылған бір сұрақтарымыз бар еді. Сол сұрақтардың біреуіне жауап берейік. Кешегіде сұрақ қойылды. Шайтан деген жаратылыс бар. Және жын деген жаратылыс бар. Осы шайтан жын жаратылысы екеуі бір дүние ме, екі дүние ме? Және жаңағы шайтанның балалары деп айтып жатады. Шайтан көбейді деп айтып жатады. Осы нәрсеге жауап берсеңіз деген сұрақ болды. Бұл сұраққа жауап берейік. Шайтан әуелде жалғыз жаратылды, жалғыз кетеді. Бұл қияметке дейін өлмейді. Бұл себебі Адам ата мен Хауа ананы жәннаттан азғырды ғой. Азғырды да Алла Тағала бұл Адам ата мен Хауа ананы жерге, жаңағы шайтан алейхиланы бұл Аллаға ең әуелде қарсы болды. Адам ата мен Хауа ана жаралғанда бүкіл періштелерге Адам мен Хауаға сәжде қылыңдар дегенде не деді? Алла, мен оттан жаралғанмын, олар балшықтан, мен неге сәжде қылам деген бір ауыз сөзі үшін Алла Тағала бұны мәңгі бақи неге тәкаппарлық үшін тозаққа үкім етті. Енді осы тозаққа үкім еткен кезде кім себепті үкім болды? Демек адам жаралды, адам жаралғаннан кейін шайтан періштелерден де артық болып тұрған бір жаратылыс Алланың үлкен ашуына ілігіп қалды. Енді осы шайтан сол кезде Аллаға айтты дейді: Алла, маған қияметке дейін мүмкіншілік бер. Қияметке дейін мен адамдарды азғырамын деді. Алла Тағала «Вама холақтул джинна вал инса илля лиябудун» деген аяты бар. Адамдар мен жындарды құлшылық ибадат үшін жараттым дейді. Жындар да, адамдар да жаратылыс. Айырмашылық, жындар 5000 жылға дейін өмір сүреді. Одан да ұзақ өмір сүру мүмкін. Бұл жындардың туылуы бар, өлуі бар. Адамдар секілді. Бірақ қияметке дейін адамдар жындарды көрмейді. Сол себепті де бұл жындардың бейнесі бізге беймәлім. Жалпы жын, егер олардың мұсылмандары болса, мұсылмандар, егер сол жын әлемі, жындар кәпір болатын болса, олар жаңағы шайтанның балалары, қыздары болып қалады. Түсініңіздер ме? Сол үшін де шайтан үйленбейді, шайтанның өзі жалғыз, бірақ жаңағы жындардың кәпірлері шайтанның құлы болып қалады. Сондықтан да жаңағы адамдарды азғындауға, басқа қылуға, бұзылуына себепші болатын сол шайтанның бұйрығын орындайтын тікелей жаңағы кәпір жындар. Осы жауабымыз. Алла разы болсын.